Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Арайлым, жылқының ішек қарнынан әсіп дайындайтын боламыз. Естуімше, көп кісілер осы жылқының ішек қарнын пайдаланбайды екен, яғни тастап жібереді екен. Осыны бір істеп көрсеңіздер, келесі жолы тастамай іске асыратын боласыздар. Бұл өте дәмді, әрі жұмсақ, аппетитный болады, көбінесе ер адамдар жақсы көреді. Ең алдымен біз ішек қарнымызды жақсылап тазалап, іші сыртын жақсылап тазалап, жуып аламыз. Одан кейін бір бетін осылай ине жіппен тігіп аламыз, нығыздап. Тігіп болғаннан кейін осылай ішек қарнымызды майы бар бетін ішіне кіргізіп, яғни аударамыз. Жылқының майының өзінің пайдасы өте көп денсаулыққа, әрі тағамға күшті дәм береді. Осылай видеодағыдай майлардың бәрін ішіне салып, аударып аламыз. Яғни ішіндегі салмасымен бірге майы күшті дәм береді піскеннен кейін. Енді ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Пиязымызды кубиктап турап аламыз. Одан кейін майда үккіштен сәбізімізді өткереміз. Укроп, кинза қоссаңыздар болады. Мен көбінесе осындай тағамдарға укроп, кинза қосқанды жақсы көремін. Чеснок тоже үккіштен өткізіп, оны да қоссаңыздар болады. Енді фаршымызға дайындап алған пиязымызды қосамыз. Одан кейін жібітілген, тазартылған күрішімізді қосамыз. Одан кейін үккіштен өткізілген сәбізімізді қосамыз. Ең соңында укропымыз бен чесногымызды қосып, одан кейін бұрыш, тұзымызды қосып араластырамыз. Дәміне қарай приправа қоссаңыздар болады. Одан сайын күшті дәм береді. Осылай дәміне қарай тұзды да өлшеп саласыздар. Осылай дайындап алған ішегімізге дайындап алған фаршымызды саламыз. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Осылай дайындап салып болғаннан кейін бір бетін тағы да ине жіппен тігіп шығамыз. Одан кейін қазанға су құйып, су қайнамай тұрып, ішегімізді салып, тұзымызды салып қайната бастаймыз. Енді қайнап шыққанда көбік шығады ғой, осыны көбіктерін алып тастайсыздар. Одан кейін шпажканың көмегімен осылай әр жерінен тесіп шығасыздар. 45-50 минут қайнап, жай отта қайнау керек қыздар. Қаттыға қойып қоймаңыздар. Жай отта 45-50 минутта пісіп қалады. Осылай кесіп дастарханға қойып дастарханның сәніне айналдырыңыз. Өте дәмді шығады. Особенно ер кісілер жақсы көреді бұл тағамды. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Тіркелмеген достар, тіркеле кетеміз. Ас болсын, сау болыңыздар.